Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін біз сабақ өткіземіз. Домбыраны қалай оңай әдіспен үйренуге болады екен жөнінде. Мән беріп тыңдаңыздар. Ал, Дана кіре ғой. Ал, Дана, бүгін әнді бастаймыз. Кездесеріміз біз әлі деген ән. Міне, оңай әдіспен жазылған. Осы әдісті саған түсіндіретін боламын. Яғни, бұл әдісте қарайға. Үстіндегі санды домбырада үстінен табасың мына, үстіңгі шектен. Астындағы санды домбырада астынан табасың мына, астындағы санды. Мынау қағыстары, мынау бірге айтатын сөздері. Қане, табайық. Түсінікті қоя. Мына үстінде 0 тұр, 0-ды баспайсың. 7-ні басасың. 7-ні астынан табасың. Санай ғой, міне бірден басталады, санай ғой. Пернеден сана. 2, астынан санайсың. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ші пернеден ұстай ғой. Кішкентай саусағымен бас. Енді қағысы қандай? Қағысы төмен. Төменге, төменге сөзімен бірге айт. Түнгі. Түнгі. Ас. Жақсы. Түсінікті ғой, үйрену әдісі. Жақындат жібер. Көрсетейін. Достар, қараңыздар, міне. Дана түсініп тартты, міне. Үстіндегі санды үстінен тапты, астындағы санды астынан. Міне, бір қағыс болды, 2 сан. Түнгі, ас. Енді әрі қарай тартатын болады. Қара, қандай сандар айтып отыр, Дана, әрі қарай? Үсті 0, ал асты 3. Басауы. Пан, да. Енді қосауы, түнгі аспанда деген сөзді. Түнгі, ас, пан, да. Әрі қарай тарта бер. Әрі қарай үсті 0, асты 2. Жүрегіміз. Дұрыс, әрі қарай. Әрі қарай 2, асты 2, үсті 0. Сырласқан. Түсінікті ғой, ә? Сонда түнгі аспанда жүрегіміз сырласқан. Жақындатау. Міне, қараңыздар, достар, міне, бір жолы түнгі аспанда жүрегіміз сырласқан. Осы бір жолын Дана тартты, түсініп тартып отыр. Сіздерді үйреніп алыңыздар, міне, үстіндегі санды үстінен, сандарды санап табамыз тек. Астындағы санды астынан табамыз. Қағыстар дайын жазылған. Міне, бір жолы. Бір жолын тағы жүргізіп тартып көрейік. Дана. Түнгі аспанда жүрегіміз сырласқан. Түнгі аспанда жүрегіміз сырласқан деген сөз шығады, сөйлем шығады. Енді әрі қарайда дәл осы әдіспен үйрене береміз. Құпиясын, сырсандығын кімге ашқан? Дәл солай осы әдіспен үйрене береміз. Бүгінге осы бір жолын үйрендік. Жарайды. Ал, Дана, саған сабақ түсінікті болды ма? Айт жібер. Маған сабақ түсінікті болды. Бізде қағыстарда берілген және де қай саусақты, қай пернені басу керегімен астында сөзі жазылған. Яғни бұл әдісте домбыраны осы жаңа өлеңді күйді үйрену оңай деп есептеймін. Мына пернелерді тек санап табасың, иә? Рет-ретімен сандармен берілген перне қиын емес, санайсың. 19 пернесі бар. Ал, бүгінге сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарда көріскенше күн жақсы.